Орбұлақ шайқасы. Бізге жеткен мәліметтер бойынша Салқам Жәңгір хан бастаған 600 қазақ әскері 20 мың қолмен Жалаңтөс Баһадүр келгенше жоңғардың 50 мың сарбазын бұғаттап, нәтижесінде 10 мыңнан астам жау әскері жер құшқан. Бұл деректерді жалған дейтіндер көп. Олармен сөз таластырмай-ақ дәлелденген деректерді атап өтсек. Жәңгір хан бастаған қазақ әскері Орталық Азия тарихында бірінші рет жертаса, яғни окоп қазған. Окопты түркі халықтары ежелден соғыста емес, аңшылықта пайдаланған. Жертаса мен бекіністің ұзындығы 2,5-3 шақырым болған. Оған қоса Орбұлақ шайқасы Орталық Азия тарихындағы отты қару қолданылған бірінші соғыс. 1643 жылы Тасталқан боп жеңілген жоңғарлар 1652 жылға дейін қазақ даласына жоламаған.